Квартира сатып алғысы келетіндер, өзіне пәтер алғысы келетіндер, пәтерге инвестиция жасайтындар осы видеоны көрмей тұрып, пожалуйста, алмаңыздаршы да сіздерге. Себебі ноябрьде, яғни қараша айында квартиралардың бағасымен не болды, сұраныстарға не болып жатыр, солардың барлығын осы видеода толықтай түсіндіріп өтейін да. Ол үшін маған не көмектеседі? Мына Крыша KZ-тің аналитикасы бар, сол көмектеседі. Мен ешқандай да Крыша KZ-ге жұмыс жасамайын, олармен сотрудник емеспін, ештеңе емеспін, жай ғана енді олар дейтін осындай пәтердің ең көп дата базасы соларда болғандықтан, сатып алу тағы да басқа базалар бір-бірімен бағалардың дата базасы соларда көп болғандықтан, олардың аналитикасына более-менее сенуге болады. Әрине, ол жерде де өзінің кемшіліктері бар, бірақ сонда да сенуге болады. Сонымен давайте қараша айында квартираның бағасына не болды, соған тоқталайық та. Ең біріншіден, оған тоқталмас бұрын квартираның бағасы жалпы қайда кетіп жатыр деген сұраққа және оның себептері не болып жатыр деген сұраққа жауап берейік. Тек қана қарашада емес, жалпы алған кезде. Ол үшін банктың пайыздық мөлшерлемесі деген дүниені түсінуіміз керек. Бізде ұлттық банк өзі мемлекетте монетарлық саясатты жүргізу үшін пайыздық мөлшерлеме деген дүние бар. Соны кейде үлкейтеді, кейде түсіреді. Ол не? Ол дегеніміз ұлттық банктың екінші деңгейлі банкке беретін кредитінің проценті. Яғни, екінші деңгейлі банкке сіздің беретінде кредиттің процентіне әсер етеді. Ипотеканың процентіне де әсер етеді. Яғни, пайыздық мөлшерлемені жоғары көтерсе, ипотеканың бағасы қымбаттайды да, сізге ипотекаға үй алу қиындап кетеді. Проценті көп болып кетеді, переплатасы көп болып кетеді, сіздерге ыңғайлы болса. Енді, қазір не жағдай болып жатыр? 2023 жылдың басынан бастап бізде пайыздық мөлшерлеме өте жоғары. Тіпті бүкіл әлемдегі жоғары пайыздық мөлшерлемесі тұрған мемлекеттердің біріміз. Ол дегеніміз әрине депозитте ақшасын сақтайтындарға жақсы, олар көп табыс жасайды, 15%, 16% табыс жасай алады да. Ал үй алғысы келетіндерге, көлік алғысы келетіндерге ол жаман. Себебі ипотеканы алу қиынырақ болады, қымбат болады. Сондықтан 2023 жылы сіз көп адамнан естіген болуыңыз керек, квартира өтпей жатыр, сатылмай жатыр квартира деп та. Солар сатылмай жатыр. Неге сатылмай жатыр? Себебі адамдар ақшасы жоқ, ипотекаға алуға мүмкіндіктері жоқ. Новостройкадан квартираларды көбіне котлованға сататын еді ғой. Ондайды алады, бірақ салып болғаннан кейін оны ала алмайды. Новостройкалар кішкене қымбаттайды. Неге? Себебі Қазақстанда строительство деген нарық қатты қазір дамып жатқан жоқ, кішкене более-менее застойда тұр. Неге? Себебі строительство осы құрылыс нарығындағы компаниялардың өздері банктен кредит алып жұмыс жасайды да, ол кредиттің бағасы қымбат болса, жаңа үйлерді салу да қиындайды. Ал екінші деңгейлі, яғни вторичка дейді ғой, сол екінші деңгейлі квартираларды алу тіпті қиын. Себебі ол жерде көбіне ипотеканың рөлі көп болатын еді, қазір ипотеканы алу қиын. Өздеріңіз де көріп жатқан шығарсыздар да, отбасы банк деген, мысалы, ОП деген дүниені 2/5 міндетті түрде болу керек деді, және ақшаңыз бірнеше уақыт сол жерде міндетті түрде жату керек деген сияқты. Бұрынғыдай просто біреудің ипотекасын сатып ала алмаймыз да, счетын сатып ала алмаймыз. Сол сияқты қиындықтарды көбірек енгізіп жатыр. Неге? Себебі, пайыздық мөлшерлеме деген ойыншық емес. Сондықтан үйлердің бағасына жалпы төменес әсер етіп жатыр да, 2023-те үйлердің бағасы жалпы вторичка құлады десе болады. Ал енді қараша айында не болды? Қараша айында біз екі түрлі дүниені қарайық та. Біріншіден, сіздер енді квартираны не үшін сатып аласыздар? Біріншіден, сіздер өздеріңізге баспана болу үшін сатып алуыңыз мүмкін. Екіншіден, сіздер оны алып арендаға беру үшін сатып алуларыңыз мүмкін да. Сондықтан біз осы видеода екі түрлі дүниенің аналитикасын қарастырамыз. Ең біріншісі ол квартираны сатып алған кезде қандай қалаларда бағасына не болып жатыр? Арзандап жатыр ма, қымбаттап жатыр ма? Екіншіден, қандай қалаларда аренданың бағасы арзандап жатыр ма, қымбаттап жатыр ма? Соған келіп тоқтатсақ болады. Ноябрьде қарайтын болсақ, ең қымбат квартиралар қай жерде болды да? Ол Алматыда, Астанада, Шымкентте, Атырауда, Өскеменде. Бағаларына келетін болсақ, Алматыда 1 квадрат метрі орташа есеппен 720 мың теңге тұрады. Салыстыру үшін екінші орындағы Астанада 476 мың теңге, Шымкентте 419 мың теңге. Яғни арасындағы айырмашылық өте көп. Яғни сіздер квартираны Алматыдан алам десеңіздер, Алматыда квартира өте қымбат.
яғни ол жерде енді бізде мегаполистардың бірі өте қымбат. Менің жеке пікірім бойынша инвестиция қарастырғыңыз келсе, Астанадан алған дұрысырақ деп ойлаймын. Себебі ол жаққа адамдар сөйше көшіп жатыр, және қазір Астанада квартираның бағасы Алматымен салыстырғанда почти 1,5 есе арзанда, 476 мың теңге, Алматыда 720 мың теңге. Ең арзандарды қарайтын болсақ, ең арзан квартира ол Қызылордада. Қызылордада 239 мың теңге квадратный метріне. Яғни Алматыдан почти емес, Алматыдан 3 есе арзан. Яғни Қызылордадан квартира алу Алматыдан 3 есе арзан болады. Алғашқы, арзандық жағынан бестікке кіретіндер Қызылорда, Ақтөбе, Тараз, Талдықорған, Көкшетау. Яғни Қызылордада 239 болса, Көкшетауда 306 мың теңге қаттандай секіріп кеткен дүние жоқ та. Қалаларға келетін болсақ, бағалар қымбаттады ма, арзандады ма десек, арзандаған қалалар бар, және қымбаттаған қалалар бар. Өзгерісі жоқ қалалар бар. Мүлде квартираның бағасы өзгермеген қалалар ол Шымкент. Яғни бір айдың ішінде 419.440 теңге орташа есеппен осындай қалды бір квадрат метріне. Ең қатты арзандаған қала ол Талдықорған. Яғни -1,1%-ке квартира арзандап кеткен. Яғни Талдықорғаннан квартира 20 миллионға алған адамдар уже ана жерде 19 миллион 700 мың теңге ғана сатылады. Яғни бір айдың ішінде 300 мыңға 20 мыңның квартирасы арзандап кетті. Алматыда керісінше қымбаттаған, яғни 1,7%-ке қымбаттаған, ең қатты қымбаттаған қала Алматы. Екінші орында Қызылорда, Атырау, сосын төртінші орында Астанада. Астанада 0,6%-ке қымбаттаған. Яғни дәл осындай динамиканы көрсеңіздер болады. Бұдан бөлек тағы да бір дүние сіздерге айтайын, мынандай бір ерекшеліктерді қарасақ болады. Мысалы, Алматы қаласындағы бір двушканы сатып алу Қызылорда қаласынан 3 двушканы сатып алумен тең болады. Сізде осы жерден қарайсыздар да, инвестицияны қай жерде жасаған дұрыс, қай жерден квартира алған дұрыс та. Тек қана өмір сүруге емес қой, инвестиция жасасаңыз басқа қалаларды да қарастырып көрулеріңізге болады да. Бірақ арзанға сатып алу деген ол жақсы инвестиция дегенді білдірмейді. Бұл тек қана менің видеом сіздерге ақпарат үшін. Ары қарай бұл ақпаратты қалай қолданасыздар, соны да көрсеңіздер болады. Одан бөлек, бүкіл жалпы жылда не болды? Мысалы, 2022-нің қарашасынан 2023-тің қарашасына дейін салыстырғанда барлық квартиралардың бағасы жалпы 0,6%-ке арзандап кетті. Яғни квартираны ала бер, ешқашан ұтылмайсың дейтін адамдар, міне осы жерден көрсе болады, квартираның бағасы 0,6%-ке арзандап кетті. Яғни сіз 20 миллионға квартира алсаңыз, оның бағасы қазір 0,6%, яғни 19 миллион 800 мың теңге болып қалды да. Но при этом инфляция бізде 20% болып кетті. Яғни сіздің 20 миллион теңгенің құны жалпыда 20 миллион. Яғни квартираны сіз 20 миллионға алып 20 миллионға бір жылдан кейін сатсаңыз, инфляция ол жерде бізде қазір 15% болса, яғни 3 миллион теңгеге сіз ұтылып қалдыңыз. Квартираны алып, осы жерде 3 миллион теңгеге ұтылып қалдыңыз. Оның орнына осы жылда мысалы депозитке салып қойсаңыз, как раз таки 15% қайтарым 23 миллион теңге болатын еді. Квартирамен салыстырған кезде там 3 миллион, 3,5 миллион теңгеге пайдасы көбірек болатын еді да. Ең қатты квартира арзандаған қала ол Көкшетау, -6,4%, ал қымбаттаған қала 9,3% Ақтау. Сосын Алматы 3,1%. Бұның барлығы бір жылға. Осы моментте давайте мен өзімнің рекламный паузамды жасайын, себебі сіздерге мен енді инвестиция туралы айтқандықтан, қазір инвестиция жасауға, соны үйренуге өте жақсы мүмкіндік болады. Ол мүмкіндікті мен ұсынамын, сондықтан оны да көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. Сіздер акция, облигация дегенді көп естулеріңіз мүмкін да. Мысалы айтайық, акцияны сатып алып, мысалы Apple-дың акциясын сіздер сатып алсаңыздар, ол 10 жылдың ішінде сізге 13 мың процент деген сияқты өте үлкен, яғни көп береді. Мысалы сіз 100 мың теңгеге сатып алсаңыз, ол 13 жылдың ішінде айталық 13 миллион теңгеге айналуы мүмкін да. Яғни сондай деңгейге дейін акциялардан пайда табуға болады. Тіпті енді ол өте жақсы нәтижелер ғой. Одан бөлек тіпті ондай деңгей емес, жылына мысалы да доллармен 15% пайданың өзі өте жоғары. 13% пайданың өзі өте жоғары, себебі депозитіңіз доллармен 1% береді да. Яғни акция мен облигацияны адамдар жылдан пайда табу алу үшін емес, ұзақ уақытта пассив кіріс жасау үшін алады. Облигацияны алсаңыз, сізге ай сайын мысалы 100 мың теңге түсіп тұруы мүмкін, 200 мың, 300 мың теңге түсіп тұруы мүмкін. Әрине, бұның барлығын үйрену керек, бірақ үйрену үшін үлкен курсым, менің курсымды алғыңыз келсе, менің үлкен курсым бар да.
да, ол жерде мен қаржылық сауаттылық, менталитет толық бәрін үйретемін. Бірақ ол үлкен курсқа сіз әлі дайын емес болуыңыз мүмкін да. Сізге инвестиция керек па, керек емес па, жалпы оны білмей жүруіңіз мүмкін. Сондықтан мен кіріспе курс деген дайындадым. Ол жерде сіздерге как раз таки биржа деген не, акция деген не, облигация деген не, облигация туралы емес, акция деген не, акцияны қалай сатып аламыз, оны сатып алу үшін қандай процестер болады, негізгі терминдер қалай жұмыс жасайды, сатып алу үшін қандай брокерлар бар да, ол брокерларға талдау, соның арасынан бір брокерға қалай шот ашамыз, оған қалай ақша саламыз, қалай сатып аламыз деген инструкциясы бар. Кішігірім кіріспе курс. Сол кіріспе курсты өтіп көрсеңіз болады. Сол жерде как раз таки акцияны сатып алуды, қайта сатуды үйренесіздер, алғашқы инвестицияларыңызды бастайсыздар. Жалпы инвестиция туралы ең басындағы түсінік пайда бола бастайды. Сол жерде шешесіздер ғой, ары қарай үлкен курс сізге керек па, керек емес па деген сияқты. Оның бағасын мен 15.000 теңге деп қойдым. Бірақ осы YouTube-тың видеосын көрген кісілердің барлығына 5555 теңгеге тіркелуге мүмкіндік береміз. Оған тіркелу үшін не істейміз? Осы видеоның астында сілтеме бар. Сол сілтемені бассаңыздар, web.coursetor.com-нан менің суретім бар, және кіріспе курс деп аталатын курс ашылады. Бағасы 5555 теңге деп әдейі қойып қойдық. Ішінде сабақтарын көрсек, міне кіріспе сабақ, инвестиция терминдары, биржа және брокер, Jusan Investқа шот ашу, Jusan Invest инструкциясы деген бар, және осыдан кейін қорытынды сабақ деген бір сабақ болады. Осылардың барлығы қамтылған, және осыған рейтинг әлі ештеңе жоқ, себебі әлі ешкім оқыған жоқ та, сіздерге арнап жасадық. Сатып алу деген кнопка бар, көк. Сол сатып алу деген кнопканы бассақ не шығады? Сатып алу деген кнопканы басқаннан кейін сіздерге мына жерде WhatsApp номерді енгізіңіз деп шығады. Осыған менен сіздерге қазір көрсетпеймін қандай WhatsApp номерді енгізіп жатқанды, бірақ WhatsApp номерді енгізетін жолақ шығады. Сол жерге WhatsApp номерді енгіземіз. Мысалы, мен өзім номерімді енгіземін. Содан кейін қабылдаймын деген, ана жерде шарттарды қабылдайсыз ба деген птичка бар. Сол птичканы қабылдаймын дегенді бассаңыздар, сіздерге WhatsApp-қа код келеді. Ол код сіздің пароліңіз. WhatsApp-қа код келеді. Сол кодты былай ашасыздар. Сол кодты ашасыздар да, код енгізу деген ана жерде бар. Ана жерге бәрін шығарып қоямыз, көріп отырасыздар. Код енгізу деген жерге сол кодты енгіземіз. Ол сіздің пароліңіз. Соны басқаннан кейін уже қайта төлеу деген кнопка шығады. Соны басасыздар. Сол кезде төлем жолдары Каспи, карта, басқа дүние деген ең ыңғайлысы Каспи да. Сол Каспиді таңдаймыз. Содан кейін принимая условия дегенді басамыз да, қайтадан төлеу дегенді жіберсек, сізге төлеудің инструкциясы шығады. Ол жерде ең маңызды дүние не? Ол жерде сіздің заказдың номері деген бар. Сол заказдың номерін дейтін міндетті түрде копировать етіп алыңыздар, немесе жаттап алыңыздар, ол міндетті. Соны жаттап алғаннан кейін сіздер жаңағы ары қарай деген кнопканы бассаңыздар, Каспи приложенияларыңыз ашылады. Сол жерде аты жөндеріңіз барлығы тұратын орын бар. Мұқият толтырыңыздар. Заказ номері, номер заказа деген жерге жаңағы кодты жазыңыз, яғни сіздер копировать етіп алған номер заказан жазыңыз. Аты жөніңіз деген жерге міндетті түрде аты жөніңізді жазыңыз. Егер де сұрақтар болып жатса, сол инструкция сіздің жаңағы WhatsApp-ыңызға дублировать етеді, сол жерден оқып отырып жазсаңыз болады. Содан кейін барлық төлемдерді жасау дегенді басып, ең аяғында оплатить деген кнопканы басасыз. Басқаннан кейін 5 минут күтесіз. 5 минуттың ішінде жаңағы сайтқа қайтадан оралсаңыз, сіздің уже курсыңыз ашық тұрады, оқи бересіз. Егер де ол жерде сіздерге келмей жатса, бағана WhatsApp-қа сізге жазды ғой, сол жазған номерді добавить в контакт деп өзіңіздің контактыңызға қосып алсаңыз, Телеграмға ссылка бар, бот арқылы да оқи берсеңіздер болады. Яғни дәл осылай курсты сатып аласыздар. Бұл курс сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. Барлығыңызды осы курста күтемін. Бұл курстан өте жақсы білім алып шығасыздар. Мен оған сенімдімін. Білімдеріңіз берекелі болсын. Ал енді бастайық. Осы видеоның астында сілтемеге басыңыздар. Видеоны көрдім деп сілтемеге басыңыздар. Курсқа тіркеле беріңіздер. 5555 деген мен ойымша кез келген адамның қолы жететін дүние. Сіздерге арнап әдейі осындай арзан курс жасадым. Оқыңыздар. Ал енді екінші бөлім. Арендаға квартира алатын кісілерге. Сіздерге айтайын, аренда... Мына микрофонға тиіп кеттім, кешіріңіздер. Сіздерге айтайын, арендаға квартираны сатып алып, арендаға беріп тұрған жақсы инвестиция ма, жаман инвестиция ма деп менен біреу сұраса, мен айтатын, однозначно одан да жақсырақ инвестицияның түрлері көп. Бірақ ол дегеніміз бұл инвестицияны жасама дегенді білдірмейді. Бұның табысы аз, бірақ консервативті, яғни рискі де қатты көп емес инвестициялардың бірі да. Табысын айтатын болсақ, әдетте арендаға берген кезде осындай квартираны, оның табысы жылына
бағасының өсуімен пассив кірісімен барын қосқанда 10% болады, примерно 10%. Егер де сіз квартираларды емес офистарды сатып алып, коммерческий дейді оларда, осында коммерческий помещенияларға офистарды сатып алып арендаға беретін болсаңыз, онда жылдық табысыңыз жаңа 10 емес 16-17%-ке дейін баруы мүмкін да. Егер де акция, облигацияларды алатын болсаңыз, онда сіздің табысыңыз 20%-ке дейін, 25%-ке дейін болуы мүмкін. Бірақ бұлардың біреуіне ғана емес, мен өзім барлығына инвестиция жасауды қолдаймын. Сондықтан арендаға беретін квартиралардың жағдайы ноябрьде не болған екен, соған айтайық. Ноябрьде көп қалаларда аренданың бағасы түсіп кеткен. Яғни бағасы арзандаған. Не болды? Ең қатты аренданың бағасы түскен қала ол Павлодар. 9%-ке түскен. Яғни 100 мың теңгеге квартираны арендаға алып жүрген адамдар осы жолы 90 мың теңгеге ала алады делік. Петропавлда 8%-ке түскен, Қарағандыда 6%-ке түскен, Ақтау, Ақтөбеде 5%, Оралда 4%, Алматы мен Көкшетауда 3%-ке түскен. Себеп тіпті Алматыда аренданың бағасы арзандап кеткен да, Астанада 1%-ке түскен. Яғни, енді бұл квадратный метрмен салыстыратын болсақ, Алматыда 1 квадратный метрінің арендасы 5818 теңге. Ең қымбаты. Ең арзаны Көкшетауда 2941 теңге. Яғни осындай болған. Енді қарайық. Однокомнатный осындайға жеткен да. Однокомнатный, двухкомнатный, трехкомнатный дейді ғой. 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі квартиралардың орташасын қарайтын болсақ, Алматыда орташа бағасы қазір 1 комната 220 мың теңге, 2 комната 350 мың теңге, 3 комната 430 мың теңге. Ең қымбат сол. Астанада 170 мың теңге, 230 мың теңге, 350 мың теңге. Ең арзаны Қонаев деген қалада, Қонаев емес, өтірік айтам. Ең арзаны қазір айтам, мұнда ең арзан. Енді ең арзан табу қиын. Bir жерде двушка арзан, бір жерде однушка арзан, бір жерде трешка арзан дейді. Двушкалардың, яғни 1 бөлмелі квартиралардың ең арзаны Петропавл. 100 мың теңгеден 1 бөлмелі квартиралардың ең арзан. 2 бөлмеліде Петропавл, ол да ең арзан екен, 120 мың теңге. Және, жоқ, 3 бөлмеліде де Петропавл ең арзан екен, 150 мың теңге. Яғни, Петропавлда тұрсаңыздар, 150 мың теңге трешка аласыздар. Алматыда тұрсаңыздар, 430 мың теңгеге трешка аласыздар. Оның барлығы бірақ ақырын арзандап жатыр. Бұл арзандау ұзаққа дейін барама десеңіздер, менің пікірімше 2024 жылы квартираның бағасы да, аренданың бағасы да мүмкін қымбаттау мүмкін. Сондықтан солай ойлаймын. Бірақ ол әрине, мен айтты екен деп 100% емес, мен ол өзімнің жеке анализім, ол пайыздық мөлшерлемеге, сонымен қатар үй нарығына байланысты. Мен үй нарығының 100% эксперт емес, мен көбіне инвестицияға, үйді осы пәтер дегендерді инвестиция ретінде қараймын, ал менің экспертлігім көбіне осы акция, облигация, қор нарығында көбірек, сондықтан сол жерде менен көбірек ақпарат алсаңыздар болады. Осымен сіздерге қараша айында квартиралармен не болды, оның арендасы не болды, оның айталық бағасы не болды, соның барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер де бұл тақырып сіздерге қызық болса, немесе осы инвестиция бойынша кез келген қандай тақырыптар қызық, комментарийға жазыңыздар сұрақтарыңызды. Сіздердің қалаларыңызда, өзіңіз тұрған қалада, сіздің ойыңызша орташа квартираның бағасы қанша теңге, немесе оның арендасының бағасы қанша теңге, соны да жазыңыздар. Себебі крыша өтірік бе екен, шын бе екен, солай тексере аламыз. Өзіңіз квартира снимать етіп жатсаңыз, қанша теңге тұрады, квартира снимать етпей пәтерде, яғни өзіңіздің пәтеріңізде тұрсаңыз, оның бағасы қазір қанша теңге болып жатыр, соны да комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Ал бұл видеоға лайк басыңыздар, және поделиться деп мынандай стрелка тұрады, сол кнопканы басып WhatsApp группаларға жіберіңіздер. Себебі квартираны алғысы келіп жүрген, арендада тұрып жатқан адамдар не болып жатқанын біліп жүрсін, және менің парақшама тіркеліп жүрсін. Себебі YouTube-та көресіздер, дәл осындай терең анализі бар видеоларды көп салып отырам. Келесіде кездескенше.